Қайырлы күн, қалайсыздар? Тест номер 6 жалғасы. 7-ші есеп. Ауданы 294 см квадрат болатын 6 өлшемдері бірдей шаршылардың периметрін табыңыз дейді. Мына жерде берілген 6 шаршы бар бізде. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Яғни 294-ті 6-ға бөліп аламыз. Бірінші. Неше шығады? 49 шығады. Енді істейміз. 49 ол бір шаршының ауданы, мына бір шаршының ауданы. Сәйкесінше бір шаршының қабырғасы неше кетен? 7 кетен. Енді біз санап шығу керек. Біз мына фигурада неше қабырға бар? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 қабырғаны көбейтеміз 7 сантиметрге, болады 98 сантиметр. Яғни бізде мына фигураның ауданы 98 кетен. С жауабы. Келесі. Абысыды квадраттағы боялған бөлігінің жалпы квадраттың ауданы қаттасын табыңыз. Боялған бөлік және жалпы аудан. Боялған бөлік неше? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Жалпы неше бізде? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 көйті 4, 16. Бұл екісінен бір өзар қысқарады. Қалады 2-ден 1. Бұл бізде А жауабы. Келесі. Суретте АБЕ үшбұрышы берілген, бұның периметрі 90 см. Сәйкесінше әр қабырғасы 30-30-дан. Келесі сөйлемді оқысақ, БСДЕ тіктөртбұрышының ұзындығы дейді, енінен 2 есе ұзын дейді. Ені 30 болса, ұзындығыдан 2 есе ұзын, яғни 2 көйтеміз 60-ға тең. Мына жағы да 60-ға тең, мына жағы 30-ға тең. Сұрақ. Периметрін табыңызшы дейді. Мына АБСДЕ тіктөртбұрышын. Периметр деген не ол? Ұзындығы мен енін қосып 2-ге көбейтеміз. Болады 180. Бұл бізде Б жауабы. Енді қараңыз. Мына есепте біз кішкене толықтырып алу керекпіз. Сонымен қатар мына жағын бүйтіп жазамыз. Мына жағын бүйтіп жазамыз. Міне. Бұл есепті енді шығару оңайлау болады. Мына жерде жалпы қанша үшбұрыштан құралған соны санайық. 1, 2, 3, 4. Дәл осындай бізде 4 бұрыш бар. Сол себепті барлық үшбұрыштың саны бізде 4 көйт 4 тең болады 16. Ал боялған үшбұрыштың саны ол 1, 2, 3. Сонда бізде мынандай қатынас шығады. 16-тан 3 деген. Яғни барлық фигураның 16-тан 3 бөлігі боялған. Бізге боялған бөліктің ауданы сұрап тұр. С жауабы. Жақсы. Назарда тыңдарыңызға рахмет. Тағы да видеолар жүктейміз. Біздің каналға жазылыңыздар. Қоңырау белгісін қойып қойыңыз. Есептерді жоғалтып алмау үшін. Жаңа есептер келгенде хабарды көріп тұру үшін. Сонымен қатар лайк басыңыз, пікір жазыңыз. Сіздермен Даму Академия.